Баршаңызға сәлем. Құрметті достар, әріптестер, туыстар. Мен осы топты сізден көмекпен қолдау сұрау үшін аштым. Менің қызым байқауға қатысып жатыр. Сіздерден дауыс берулеріңізді сұраймын. Мен сіздерге сілтеме жібердім. Сол арқылы өтіп, қызым Найма үшін дауыс беріңіздерші. Тоқта. Сен шын мәнінде сілтеме арқылы өткің келе ме? Иә. Онда тұрған не бар? Не бар дейсіз бе? Жүріңіз, мен сізге қазір бәрін түсіндірем. Қазір мен сізге ең қызығын көрсетем. Міне қараңыз. Танысыңыз, бұл менің әріптестерім. Жүрет сәл кейінірек. Қараңыз, сілтеме арқылы өткен кезде сізге шамамен осындай терезе шығар. Онда өзіңіздің деректеріңіз бен телефон нөмірін енгізуіңіз керек. Кодты авторизациялағаннан кейін бізге SMS жіберуіңіз керек. Сіз оны бізге жібересіз ғой? Иә, сондай шығар. Сондай шығар емес. 100%. Және бұл сіздің ең басты қателігіңіз болады. Себебі бізге кодты жіберу арқылы сіз өз мессенджеріңізге толық қолжетімділікті жібересіз. Бұл WhatsApp менікі ғой. Бұл сіздің WhatsApp еді. Енді ол біздің WhatsApp. Және сіздің туыстарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңіз, сыныптастарыңыз, ата-анаңыз, енді олардың бәрі біздің туыстарымыз бен достарымыз. Енді ең бастысы, біз сіздің WhatsApp-ыңызды талдай бастаймыз. Олармен қалай хат жазысып, қалай сөйлескеніңізді көреміз. Бір сөзбен айтқанда стилистикаңызды таңдаймыз. Және ең маңыздысы, олардан ақша сұраймыз. Олар бізге қалай болғанда да ақша жібереді. Толық сенімділік үшін біз сіздің атыңыздан топ ашамыз. Және сіздің оларға кім болып келетініңіз маңызды емес. Мұғалім, ана, сантехник, көрші. Ең бастысы олардан ақша сұрау. Біз солай сұраймыз. Түрлі схемаларды ойлап тауып, үйде қиындықтарыңыз бар деп айта бастаймыз. Күйеуіңіз ауырып қалды, балаңызға бірдеңе болды, әлде бір алыс туыс қайтыс болған шығар. Ең бастысы олардан ақша сұрату. Олар сіз емес екеніне де күдіктенбейді. Олар бұл кімнің есепшоты деп те қарамайды. Ал бұл біздің есепшот болады. Олар бізге ақша жіберген кезде, біз оны өзімізге алып қоямыз. Қалай ойлайсыз? Мен сізге айтып түсіндіргеннен кейін сіз түсініксіз сілтемелер арқылы өтесіз бе? Жоқ. Жоқ. Менің ойымша, иә, өйткені барлықтарыңыз ақымақ және аңқау екенсіздер.